Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз YouTube каналға жаңа керемет шығарылым жасайын деп тұрмыз. Бұл ешқандай сценарийсіз, біз ештеңе ойламаған жерден осындай бір керемет сіздерге контент жасайын деп тұрмыз. Бізде былтыр бір байтал бартын. Оны біз сатып алдық. Ол біздің үйірге, мынау қарагердің үйіріне қосылмай, көршілерімізге қосылып кеткен. Былтырдан бері сосын жарайды, айғыр алды ғой, жүре берсін дедік. Енді біз оның құлындағанын күтіп жүргенбіз. Бүгін Алланың қалауымен 6:30-да сол көршіміз хабарласты. Сол бие құлындапты. Енді мәселе неде? Мәселе ол байтал өзінің құлын алмай тұр. Ол жылқыда жиі кездеседі, байтал өзінің құлын алмау. Сол жағдайды қазір шешуге бара жатырмыз. Қазір құлынды алып кетеміз, я болмаса емес, құлынды алып кетеміз. Айғырды не себептен алды десеңіздер, бұл менің бөлем санат. Осы айғырмен биені ұстап алады. Мен бірдеме қылып осы мотоциклға бүйтіп құлынды құшақтап алам ба, бірдемені енді ойлап табамыз. Бәріне приятного просмотра. Лайк басып, комментарий қалдырып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз жолға аттандық. Көршілерімізге келдік. Көршілерімізде осындай күшті темір загон бар. Сол загонға қамайтын шығармыз. Ағатаймен ақылдасуға келдік. Еще осында қамаймыз ғой, я? Кеп. Құлындады анда, Ринаттағы биеміз құлындады. Құлынын алмай қалған ғой. Хотим мотоциклмен құлынды. Еще братчикам айғырмен, Биені, может, жіппен лақтырып ұстайшы, арқамен. Если не получится, то мына сіздерді загонға қамаймыз ғой. Андрей өзі жоқ, я? Андрей қашан келеді, примерно ол? Сіздердің жылқыларыңыз қайда жатыр? Анау, я? Сіздерді әр жақта кеше бізге қарай түсті ғой бәрі, я, дамбыға. И, бізде кеше тоже жылқыны іздедік қой. Страшный болды кеше түнде шөбін. Сіздердікі біздің жаққа келді. Мен бетіп жылқыға қарадым да, ориентировал болдым. Сіздердікі бізге келсе, біздікі дальше. Асфальтқа қарай. Асфальт қайда? Ну. Они, значит, вчера, видимо, через сетку перешли на... Ну. Попили, наверное, Да там дамбыны прорвало же. Толком суда жоқ. Сол. Осы жыл көп, да? Страшно в этом году. Вчера, поэтому и не дал им, видимо, пастись, поэтому они сюда и не спустились. Да. Машкара көп, сақшым көп. Еще нормально, до 3 до 4 стояли. Да. Бүгін прохладно уже. Аяқтың бәрі шылқып кетті, су. Жаңбыр. Сапоги надо было одеть. Еще не андай. Құралай ғой қазір, Нешесіне дейін болады, примерно 25-і? 26-і? Құралайдың соңғы күндері ғой. Кеше? Мен ойлағам кеше бітті, құралай бітті деп. Сол енді қазір сіздердің загонға есе што қамаймыз. Онда бір үйірде неше бас жүр екен біздің анау. Көп па он жылқылар ар жақта. О 6:30-да походу құлындады ше.
Жарайды онда біз бара береміз әр жаққа ше. Если что, алып келеміз айдап. Сіздерге қамаймыз. А может и ұстап аламыз. Қазір братишкам келеді ғой, айғырмен келеді мына жерге ше. Сіз айтасыз ғой, міне осы жолмен дальше жүре берсін ар жақ. Ағаш шіліктерге қарай су бар ана жерде. Сіз білесіз ар жақтарды? Иә, жолмен туда ағаштарға қарай, короче, айтасыз ғой. Все жақсы онда. Сізге қамаймыз онда. Құрметті оқырмандар, біз жаңа соқтық вагончикқа, жылқышы жігіттерге. Жалғыз екен, сөйлесіп, ол кісі кішкене ұялды, ютубқа жаңағындай түсіріп жатырмыз дегенде. Ұялды да, жоқ, өздерін көре беріңдер, өздерін деді да. Сол кісілерін кеттік, бері қарай өтіп, жылқысының қасына келдік. Ол кісінің айтуы бойынша жаңағы біздің байтал туылды, қолындады да, қолын тастап кеткен. Қолыны кішкентай дейді. Мынандай дейді қолыны кішкентай. Және де түсі қандай деп сұрағанда сарғыш, сұрма сондай дейді. Енді сұрасам қалай қайдан табамыз десек, мына жерде шамамен бір 600 бастай жылқы жатыр осы жерде, осы округта. И осы жерден бастап, міне, мына жерде қарағандарды көріп тұрсыздар. Осы қарағандардан бастап, анау әр жақтағы шіліктер, ана жақта жылқы, мына жерде, осы жерді түгелдей сүзіп шығу керек құлынды табу үшін. Себебі енді биенің қасында жоқ ол 100%. Біз қазір құлынды іздеп тапқанша, оға дейін жаңағы атпен, айғырмен шыққан інімде кеп қалар. Біз және де осы жігіттермен сөйлесіп кеттік. Жаңағы бие жүрген үйірді жаңағындай арқан салып даладан ұстай алмасақ, жаңағы көршілер Андрей деген жігіттерге солардың загонына қамап ұстасақ болады ма дедік. Үйірін айдап алып кетеміз, айдап алып кеп береміз дедік. Оған келіскендей болды. Тағы да қазір Ринат деген жігіт келу керек. Сол кісімен ақылдасады. Егер рұқсат берсе, сол үйірді айдап алып кетеміз. Сосын қайра кеп береміз. Енді біздің цель осының ішін сүземіз. Толықтай осының ішін сүземіз. Қолымды табу керек бірдеме қып. Себебі кішкентай өліп қалуы мүмкін дейді. Енді біз байталды алып кетсек егер, оны қорада ұстасақ та қинап болсын әйтеуір алғызамыз ғой. О жағынан енді еш уайым жоқ. Ең бастысы қазір қолымды аман есен тауып жеткізу ғой. Бізбен бірге болыңыздар, қазір іздейміз. Дала суық, қатып қалдық, тоңып қалдық. Мынау құралай болып отыр ғой кәдімгідей. Қазір алдында айтпақшы, көбісі сұрақ қойған құралай деген не? Көбісі білмейді екен, негізі инстаграмға салған. Құралай деген жаңағы киіктер туа бастайды, сол кезде лақтарын жүріп кету үшін осылай негізі жаңбыр суық прям сондай болғанда лақтар атып тұрып жүріп кетеді. Сол үшін бұл Алла тағаланың осындай бір керемет жаратылысы ғой. Табиғатты бәрін рет-ретімен қойып қойған ғой. Сол достар, енді мына қолымды іздеу керек бізге. Немәле басында. Басында өзі кішкентай. Немәле мынау? Мынау немәле? Мынау құлын бей. Кімнің бапашы мынау? Ана бей алып кетті ғой, бірдеме қойды.
құрметті оқырмандар, біз құлынды алып келдік, қораға кіргізіп қойдық. Бағана биемен алыстық енді. Видеоға түсіріп жүрген бала осы құлынның қасында қалды. Ал біз сол жаңағы жылқышы жігітті екенбіз. Ол мотоциклмен келді. Биені бөлеміз деп ойладық. Мотоциклмен көреміз деп ойладық. Оған болмады. Сосын бөлем келді. Бөлем сол жақта қалды. Біз құлынды алып келдік. Қазір енді барып биемен алсамыз бір жөні болар қазір. Аяғына дейін көріңіздер. Біз әлі білмейміз әрі қарай не болатынын. Енді примерно ойлап жатырық та. Қазір барып әр жақта биемен біраз соғысатын сияқтымыз. Бөлемай, ашуланып, жынданып. Бізде мынау расстояниеміз 15 километр. 15 километрға барып қайттық уже. Қазір тағы барам, тағы қайту керек. Сондықтан биені алып келу керек. Сол. Айғыр мен Санчо қалды сол берді. Haydi! Уши батып кете салды. Vagondарға келдік. Ай, Хайдуш! Секіл есік жап-жүр. Ұстадық. Айдап әкелдік, 6 шақырым айдап әкелдік. Қазір осы ішіне ұстап аламыз. Әзірше айғырдың келгенін күтеміз. Сол достар. Біз келдік, әкелдік. Енді до конца ұстап алуымыз керек. Қазір айғыр келсін. Одан кейін бәрі жақсы болады. Петличкасыз бәрі естілмейді ұстағаныз. Кеттік аяқ, жігіттерге аяқ деп отыр. Санат келді. Ашып береміз. Петличканы тағып алайын. Сіздерге жақсы естіліп үшін. Ал, бәрі ойдағыдай келе жатыр. Жылқыны әкелдік осы жерге. Ана жаққа қамап алайық. Тоқтаңдар қазір. Тоқтаса енді. Арқаны түзеп алайын. Басқа амалым жоқ. Ноқта ұмыт кетіппіз. Екінші барғанда алып келем деп отқам. Дайынан үй жаққа барақта сауға тығып. Иә, сразу сауынға тығаймыз. Қолына отдельно соскамен береміз. Қолыны жаз себебі. Жігіттер мені сынап тұрған шығар жақта қарап бәрі. Ана жаққа болмаса раскол бар, расколға тасаламыз ғой.
Ар жаққа қалмайса, ар жаққа айдай бер. Оператор ширатсай, артымыздан жүгіріп өтсей. Яғни ерге қалмай салуға болады екен даже, ше. Лақтырмай ақ. Ол кіре маған. Кірет. Ана есі жабық па десеш. Мынау кіріп кетті ғой мына ішіне. Өткізбей қоя тұрыңдаршы. Жатай. Қате болды. Қате болды. Басқа қалай істейсің? Ей. Үстіне. Жіпті әке, еле өзіне аласың ба? Сен құлағынан бассанша. Мынау жуастың баяғыда. Тоқта, алдына да қой қой. Тоқта. Кетпет. Или артына біреу алдына екеу қойықшы. Ана секірен деп тұрған жерде. Сен аяқ жанға шығып кет. Оператор. Дір. Натури жынды екен ғой. Сен қалай болады ен айшы. Шығып үлгермей қақ дейсің ғой. Кірсең қате болады ау. Адамнан асқан қулық жануар жасай алмайды. Ишақ құлап кетеміз ғой вообще. Басын бермейді. Баспен теуқ. Палуан. Әне! Құлақтан басу керек, бірақ бұған көтеріліп тұр ғой. Ноқта жасай аласың ба? Қолындашқа. Мынау негізі ноқта көргенім жылқытын по идее бұрында ше. Жуас сияқты ғой. Мен сияқты ноқта істейсің ба? Жоқ, санчы. Тоқта. Ұзын қылақшы мына жағы. Давай жасай жүрші. Енді жуас сияқты ғой. Мынау негізі баяғыда жуассың. 2 жыл болды ғой. Қолға келмей келді. Жуас малтын айттым ғой. Бізде қуғаннан бәрінен үркіп тұр ғой. Расслабон бермеу керек негізі. Жылқы сонда да жылқы екен ұмытпау керек та бұны. Тебе тұрады дегені бар. Басын көтер қаса да проблема. Көтерші басыңды. Көтерші басыңды жана көтеріп тұрдың ғой. Қарашы енді қырсығын. Көрінер ма? Мына тұмсығында не тұр? Ноқтаның ізі тұр шырам. Орап ұстау керек. Жер. Тағы өткізші. Сол үшін ұзын алдым ғой, ар жағын. Ар жағын көрдің ба? Жақсылап шималатсаң да. Жақсылап дегенде... Былай мынандай петля жасамай қой, былай өтіп жүрші сразу. Шешіле алмайым. Шешілет. Мойнынан шығып кетсе қорағы, мына жерден шығып кетсе, басынан шығып кетсе. Әр жағына келіп, мына астынан өткізіп алайық па? Жоға шықпай. А вдруг шығып кетеді? Далада шығып кетсе. Контент, осы бәрі сіздер үшін көріңіздер. Далада не жағдайлар болады. Қыстақтың өмірін. Надан қылқынады мына жерден, Жоқ, былай нормально осылай. Жоқ, бір түйіп алсайшы, түйіп алды Иә, астына сол бір жерден сал. түйіп ұста бірле. Түйіп ұста деймін Мына жерден. Тура осы жерден бір түйіп ұста. Сосын астына әкелді, мына жерден бір жерден өтіп. Жоқ, қораға барған случай. Бір шешеміз, Шешеміз ғой, шешіледі оны уақыт. Күніміз тез өтіп жатыр. Күн өтеді өстіп. Күндер өтуде, түндер өтуде. Ринат браттарға рахмет. Айдап әкелді қайта. Мына жағын тартын қыран. Ринат братқа от души прям. Рахмет мұнда бір. Алғысым шексіз.
Тоқта, енді. Мынаны өткізші ана іште. Енді. Болды, в принципе. Жоқ. Солай, құрметті оқырмандар. Бізде жалпы өміріміз осылай өтеді. Шаруашылықта бұл жылқының кеткеніне біраз уақыт болған. Бұл басқа үйірде жүрді, оны бөлдік, үйттік, бүйттік. Айғырды шығарған себебіміз осылай қазір. Осы жерге қамап, осылай байлап, айғырға жетекке салу үшін. Әр жақты көрсетші, әр жақта қаншама бас жылқы жүр. Көріне ма сіздерге, білмеймін, маған көрініп тұр бір. Кемінде бір 500 бас жылқы жүрген шығар. Қазақ деген жалпы ата-бабаларымыз бәрі осы малмен келе жатыр ғой. Бізде осы қазақтың нағыз жастары болып мал шаруашылығымен айналысып жүрік. Түйіпке жоқ, осылай нет. Жоқ, ана Жоқ, мойнына түйіп тақап жіберу алып жаңағы. Тура сөзін сатайын, сөзін байлап жүрсін. Байден былай бір түйіп жіберсе. Не үшін? Жалпы сол қазақтың жастары болып осы ата кәсіпті әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Сол себепті біздің осындай істі сіздерге көрсетіп жатырмыз. Ауылда, қыстақта, фермада қандай жағдайда өмір сүріп жатқанымыз, қандай шаруалар істеп жатқанымыз. Сол үшін бізді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, сондай бір қолдау көрсетсеңіздер бізге бір жақсы болар еді. Давай, крузагыңды алып ке. 200 ма, 300 ма сенікі? Объем қанша, объем? Алтын. Крузагына мініп алсын. Ал біз әзірше мынаны ашып дайындай берейік. Все, дайын. Негізі жалпы сен көкпарды ойнақ қоясың ә, кезінде ойнағансың ә сен көкпар? Санча? Бөлем кезінде көкпар ойнаған, тақымы тастай. Қазір сол тас тақымға мына биені салып алады, байталды. Бірінші қолымдаған ғой. Қолынан алмай жыр болып жатыр. Проблема болып кетті ғой. Бә. Тақымға қысасың ба, ер тоқымға байлайсың ба? Әні. Бұрылып ал, Открываем ворота. Приехала суета дейсің. Открываем ворота. Ал. Міне. Аяғына оратылып алмаса болды. Машалла. Анау. Бөлек, тақым палуанның бөлек. Қысқартып алайын, жайлап. Что мына айғырдың аяғына оралмас үшін ше? Бұның да аяғына оралмас үшін кішкене қысқартып ал. Санча. Мынау енді расколды қолдандық. Қолданғаннан кейін жабу керек. Әр жағы есік ашық тұрған, оны ашып кету керек. Тақым деген құдайға шүкір. Қан өзіңіз енді микрофонға бір-екі ауыз сөз айтып жүрсеңіз, мынадан айлық қамайсыз ба? Әрине оны ой отқан жоқ. Бірінші раунд күшті өтті. Бәрі әдемі бола ма? Бәрі әдемі бол. Алдыда 7 шақырымдық жол бар. Тақымыңыз әлсіреп қалмай ма сол уақытта? Әлсіремейді ғой. Точно? Точно ғой. Болды онда. 10 сағат көкпар тартқан мен. Әне. Айғырдың да айтары бар. Айғырымда қоймайды. Айғырдың да айтары бар. Айғыр вообще естіп отыр, короче. Сен нағыса нағыла бер деп. Давай, бұрыл айда. Бұл айғырдың сәл-пәл андай нелеуі бар енді. Ал бісміллә деп. Жолға аттап. Ей. Тас тақымының балқып отыр ма, не болып отыр? Түртіп жерем, давай, бұрыл. Жүр. Арттан мотоциклмен тіреп отырам ғой. Әне! Айда! Әне! Палуан! Айда! Қара кел, айда! Жүршейін ау. Қораға апарып өзі не қыласың, айдап берші өзі.
Мотоциклмен шығамыз қазір артынан, иә? Жүре берсен, потихоньку. Ал аттан да ала шалға. Бұның есігі ашық жатты ғой. Қалай болды, солай қылып кету керек қой. Рахметіміз осы болсын. А то ертең бұл жылқысын қамайым деп, есігі жабық жатса, сасып одан кейін бізге ренжіп, өмір одан қамамайды, қаматқызбай қойып жүрсе, ол да проблема ғой. Мына жақта цеп болды, иә? Қалай на цепи? Былай тұр ма, жай? Осылай тұр ма? Ар жақ. Ана жылқыны қарашы. Мен андай схема екен. Тамаша, бізде болашақ осындай загон жасаймыз. Кеттік, біз мотоциклға мінеміз, айдасамыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Бағана мотоциклмен қылдық, енді айғырмен, давай. Сөйт, сен, нағылсан, нағыл. 7 шақырым жол бар алдымызда. Арқан сурет кетпесе болды, айғыр-пайғырмен. Тәртен суық болған, қалың киініп абек. Ыстықта ақ баратыр менде. Әбет боқпалдау дейм ә уақыт. Таңғы 7-те шықтық қой дейм, белерді байлап. 7-те шықтық. Пойдем 5-те болған, 5-те тұрдық. 7-те авиаға шықтық. Айғырмәз, қыз алып қашып барадық дейді. Былтыр өзі қоя алмай қойған. Қолымды алса, одан қара кел, без проблем алайын деп тұр ғой ананы. Жарып шық мына 500 басын үшін. Міне құрметті оқырмандар, бағана айтқан жылқылар осы ғой. Сіздер көрсіндер. Қалай бәрі толған жылқы. Жүрізбе, айда, бас. Все, біздің границаға кірдік. Жеттік біздің границаға. Біздің границаға кірдік. Енді аз қалды, үй көрініп тұрмыш. Төбеге ұстап алды. Қайда байласақ болады бұны? Ей. Дым істей алмайтындай қазір. Дым істей алмай қаласың ғой. Қолыңды неге тастайсың, Жылқы емессің ба? Балаңды тастама. Қазіргі заманның кейбір адамдары да бар ғой негізі. Құдай сақтасын енді. Бұл жылқы да тастайды ғой енді. Бұл жануар болғаннан кейін. Бұл жылқыны жарайды кешіруге болады. А кейбір андай жас аналары бар.
Құдай сақтасын, неше түрлі көрсетіп жатады ғой жаңалықтарда. Мусоркаға тастап жатады баласын, дидомға өткізеді. Құдай сақтасын, негізі жылқы текті мал ғой, бұл жарайды бірінші рет құлындап жатыр, байтал жас. Сондықтан осындай кішкене қателік болды. Және де мүмкін күйі де керемет емес қой. Сондай кешіруге болады бұл жануар. Ал адамның санасы жылқыдан да мықты ғой. Сол себепті Құдай сақтасын ондайдан, ондай жасамаңыздар. Сол. Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандарым, сіз осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Комментарий, лайк басқан үшін тіпті көп рахмет. Жалпы осы видеоны қорытындыласақ, біз байталды алып келдік, құлынды алып келдік. Бәрі ойдағыдай, бәрі жоспар бойынша іске асты. Енді осы видеода атсалысқан жігіттерге бәріне мында бір рахмет. Ринат братқа ерекше көп рахмет. Себебі осы байталды бір жылдан аса өзі қарап, күтіп, баптап жүрген. Көп рахмет. Жалпы біздің мынау контентіміз, осы мал шаруашылығы, ата кәсіп контентімізді біз интернетке жүктей береміз. Себебі егер осы өсіп келе жатқан жастар осы мал шаруашылығын қолға аламыз десе, ойланбай интернеттен жазып, біздің осы бие сау, қойды, сиырды қалай күту керек, сол туралы көптеген ақпараттар ала алады. Жалпы ата кәсіпті қолға алу керек қой, шама келгенше. Бәріне рахмет, қолдауларыңызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Сау саламатта болыңыздар.